Қайырлы күн, достар. Бүгін бізде тағы да қонақ күту. Бізде тағы үйге қонақтар келейін деп жатыр. Әпке жезделерім бір бас қосайын деп шештік. Осылай үйге шақырдым. Соған дайындық басталып кетті бізде. Мына жерде шиеден компот істеп, холодильникке салып қоятын боламын. Мына жерде бізде ет асайын деп жатырмын. Және де чак-чак істеймін. Бауырсаққа қамыр илеп қойдым. Бауырсақ жасайтын боламыз. Осылай мына жерде айран. Самсаға қол тимейтін сияқты самса жасаймын. Бұнымен қазір тәтті-пәттіден бірдеңе жасайтын боламыз. Үйде алма бар. Посудан үйіп-түйіп жуып алдым. Кереметті етіп. Қонақ күту басталды бізде. Салат істеп жүру керек па, көреміз. Комнатаны жинап алу керекпіз. Привет, Айназ. Қазір қонақтар келеді. Қазір қонақтар келеді. Болды ма? Мен етімді қайнатып бастадым. Көбігін алып, қазір пияз, сәбіз, картоп салатын боламыз. Әдемі қайнап шықты. Қазір бауырсағым дайын болады. Бауырсақ пісіреміз. Осылай қайнап жатыр. Біздің компотым да дайын болды. Дәмі күшті болды. Қазір осыны графинге құйып, қонақтар келген кезде бокалмен қоятын боламын. Жаңа шашылып жатқан бөлмемді де жинап алдым. Арасында осылай керемет болып жатыр. Қазір айтпақшы қамыр илеймін. Неге? Қамыр ауқаттың қамырын илеп бастаймын. Бәрін жайып, дайындап қоямын. Қонақтар келген кезде сразу қамырын салып отыратындай болып. Мінекей бауырсағым әдемі болып көтерілген екен. Осылай жайып, жұмалақ бауырсақ істеп жатырмын. Балдар, жұмалақ бауырсақ деп қатты жақсы көріп, балдар қуанып қалды. Айтпақшы, қонақтарымыз келе алмайтын болды. Жездеміз жұмыста екен. Сонымен етті асып өзіміз жеп алатын болып отырмыз. Бала-шағамызбен қысқа күні отырармыз деп шештік. Жұмыстың аты жұмыс, әркім өзінің бала-шағасына сау керек. Үй жайы бар дегендей. Той жиын болмаса, күнделікті отыра беруде қиын, бірінің қол тисе, бірінің қол тимейді дегендей. Осылай өзіміз қазір ыстық бауырсақпен шай ішіп аламыз. Сосын жігітім келген кезде қамырын салып, тамағымызды жеп аламыз. Бізге ас болсын. Осылай қамырымды жайып, кесіп алдым. Сорпамыз май болып күшті. Тұздығымыз. Және етіміз. Салып алатын боламыз қамырды.